Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі тікелей эфиріміздегі біздің басты талқылайтын тақырыбымыз ту өртеу заңды деген ұғымды қазақ халқына жеткізу. Советтен қалған коммунистік, тоталитарлық, диктатуралық, бандиттік, пирамидалық, қарақшылық жүйеден қалған ескі ұғым бойынша ту өртеуді қылмыс деп санап, Қытайдың, ата жау Қытайдың, Қазақстан азаматын қорлап заңсыз тұтқындап отырған Қытайдың, және қазақ жеріне визасыз кіріп, қазақтың байлығын тонап жатқан Қытайдың Қазақстандағы экспансиясына қарсы тұрған атажұрт азаматтарын нақақ қамап, оның 12-сіне әкімшілік іс қозғап, оларды соттап жатыр. Астананың өзінде Табыс Мағрупхан, Ақат Мұхаммед бастаған 3 атажұрт азаматын анау 1300 километр алыстағы Алматыда өртелген ту үшін Астанада Сарыарқада жүрген 3 азаматты тұтқындап, соттап, әкімшілік іс қозғап отыр. Енді осы ту өртеу мәселесі туралы біз бастауыштық танымдық деңгейде жұртқа білім бергіміз келеді. Ендеше бірінші кезекте менің айтатыным, Америкада бұған қалай қарайды? Америкада қалай қарайды? Американың туы 1777 жылы ту ретінде белгіленгеннен, бұл ту туралы дау 1984 жылғы Тексаста Американың туын өртеу оқиғасынан кейін барып, Америкада бұл ресми түрде Америка азаматы Америка жерінде Американың туын өртесе не болады деген мәселеде үлкен дау болды. Мен бұл арада қайталап тұрып айтамын. Американың азаматы Американың жау елінің, немесе Америкамен соғысып жатқан басқа елдің туын өртеу емес, өз елінің туын Американың өз азаматы өртесе, қылмыс болама болмайма деген мәселе Америкада үлкен конституциялық мәселе ретінде қаралған. Бұл үлкен мәселе ретінде қаралған. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Америка Жапониямен соғысқан кезде, әрине Америкада ереуілдерде жау ел Жапонның туын өртеп ереуілдер болды. Вьетнаммен соғысқан кезде де сонда ереуілдер болды. Неге? Жау елдер. Екінші дүниежүзілік соғыста Германия фашизмменен соғысқан кезде Нормандиядан құрлыққа шығуды Америка құпия түрде шешім еткенде, сөйтіп Еуропаны құтқарайық деп Францияның Нормандиядан құрлыққа шыққан кезде 1944 жылы сол кезде Америкадағы наразылықтарда жау ел Германияның туын өртеді. Оған ешқандай әкімшілік шара қолданылған емес. Неге? Ол жау ел. Ол Америка азаматтарының өмірін жалмап жатқан ел. Соғыста Америка азаматтар сол Германияның кесірінен Жапондардың Перил Харбор портына жасаған шабуылынан Америка азаматтарының өмірі қиылды. Демек, бұл басқыншы елге, жау елге Америка азаматтарының өмірін жалмап жатқан елдің туын өртеуге Америкада тиым жоқ. Бірақ Америка азаматтары өз елінің туын өртесе бола ма, болмай ма? Осыны сіздерге мен сұрақ ретінде қояйын. Конституциялық, адамдық құқық тұрғыдан сіздер дәл қазір менің осы сөзімді тыңдап отырсаңыздар, астына заң рұқсат ете ме, етпей ме? Ойлаңыз. Дүние жүзіндегі ең еркін, ең демократиялы ел Америкада, Американың өз азаматы, Американың туын өртеп, наразылық білдірсе бола ма, болмай ма? Сіздер астына тыңдап отырған кезде еш ойланбастан болады не болмайды деп жазыңыздар. Немесе ерінсеңіздер, болады дейтіндер бірді, болмайды дейтіндер екіні жазыңыздар. Болады дейтіндер жаңа оң бас бармақ, болмайды дейтіндер теріс бас бармақты қойыңыздар. Міне, жарайды. Солай өз көзқарастарыңызды айтарсыздар. Енді сіздерге мен осы бастауыштық сауатты көрсетейін. Американың конституциясында адамдардың тіл еркіндігі, өзінің көзқарасын айту еркіндігі бірінші амендмент деп жазылған. Яғни Америка конституциясының бірінші түзетілімінде, бірінші бабында, амендментті бірінші бап дейікші, Сонда Америка азаматтарының өз ойын
айту, жариялау, баспа сөзде, алаңда, топтық ортада, жария кітаптарда, газеттерде, радио, телевизияда, кез келген әлеуметтік ортада өзінің ойын ашық айту құқы Конституцияның 1-ші амендментімен қорғалады делінген. Яғни кез келген Америка азаматы сол кездегі президентті ма, конгрессті ма, республикашылдар партиясы ма, демократтар партиясы ма, мейлі қай партияның сайланған конгрессмені ма, жоқ өзінің штаты ма, соған қарсы пікірді айтуға, оны сынауға, оны янаттауға, оның саяси шешімдеріне қарсы тұруға, мемлекетте жасалып жатқан әлеуметтік, мемлекеттік, геосаяси барлық шешімдерге қарсы тұруға ол толық құқылы. Мына жерден темір жол салам десе, ол салма, темір жол менің мазамды алады деуге құқылы. Ереуіл жасауға құқылы. Ол штаттың габарнеріне, яғни штаттың билеушісіне, былайша айтқанда облыс әкіміне, федералдық Америка құрама штаттарының сайланған президентіне, федералдық үкіметке, штаттық үкіметке қарсы тұру құқы бар. Кез келген өзінің ойын Американың азаматының айтуына толық құқы бар. Және бұл Америка Конституциясының 1-ші амендментінде жазылған. Яғни конституциялық 1-ші бапта Америка азаматтарының сөз еркіндігі, тіл еркіндігі, баспа сөз еркіндігі, өз ойын айту еркіндігі қорғалған. Міне сондығы үшін де Америка дүниедегі демократияның локомотиві, демократияның туыстаушысы болып отыр. Осында еркіндік берілгендіктен Америка дүние жүзіндегі ең дамыған мықты ел болып отыр. Экономикасы ең қуатты, саясаты ең кемелді, коррупцияға ең қатаң тыйым салынған, президенттің билігін конгресс шектей алатын, конгресстің өзі төменгі палата және жоғарғы палата. Төменгі палатасы хаус, яғни қауым палатасы, жоғарғысы конгресс болатын. Төменгі палата президентке импичмент жариялап, тақтан оның президенттік құқын шектеп, президентті бекерлеп, тақтан жұлып алатын. Конгресс президенттің экономикалық шешімдерін терістей алатын, саяси бұйрықтарын терістей алатын, тіпті бюджетті президенттің ұсынған жобасына қарсы тұрып, бюджетті өткізбей қоя алатын құқыққа ие. Яғни бір адамның шексіз билігіне тыйым салғандықтан Америка болып отыр. Ат мінген қазақ бұны біледі. Неге? Жүген бар атта, ноқта бар, ауызда ауыздық бар. Аяғыңды шіреніп тіреп отыратын үзеңгі бар, шылбыр бар, басатын қамшы бар. Американың жүйесі осындай жүйе. Бұл арада Американың осындай жүйесі болғандықтан Американың азаматтарының құқы қорғалады. Енді мен сіздерге бір бастауыштық сауатты айтайын. 1984 жылы Американың Тексас деген штатында бір азамат сол жерде өзі ұнатпайтын қарсы партияның жеңіске жеткенін тойлап жатқан туын жағып жібереді. Сосын жергілікті үкімет әлгі азаматты сен Американың символдық мәні бар мемлекеттік туын өртедің деп әлгіге қылмыстық іс қозғайды. Іс ушығып Тексас штаттық сотына жетеді. Тексас штаттық соты бұл азамат өзінің көзқарасын бейнелеу құқына ие. Ол өзіне ұнатпайтын қарсы партияның мүшелерінің сайлауда жеңіске жеткеніне наразы болып, олардың тойлаған кезіндегі туын өртеп тастауға, яғни мен осы арқылы сендердің саяси ұстанымдарға келіспеймін деп туды өртеу арқылы өзінің ойын білдіруге құқылы деп әлгі азаматты қылмыстық істен босатты. Міне бұл 1984 жылы Тексаста Америка азаматы Американың өзінің туын өртеуіне байланысты туған оқиға. Ал Америкада одан бұрын ту туралы заң болмап беті болғанда қалай, бәлен ғасырлық заңы болған. Онда ту мемлекеттің беті, жүзі, абыройы, оның намысы, сондықтан туды қорлауға болмайды деді. Тіпті бір америкалық саудагер сырасының қақпағына
жанына Американың туын қойғандық үшін оған іс қозғады. Және Америкада ондай заңдар болды. Американың туы мемлекеттің беті, беделі, оны қорлауға болмайды деген заңдар болды. Әлгі азаматқа іс сол бұрынғы ескі заңдар бойынша қозғалған. Бірақ бұл заңды жаңағы 84 жылғы Тексастағы азаматтың қарсы партияның сайлауда жеңіске жеткеніне күйіп кетіп, ызаланып кетіп, олар тойлап жатқанда іліп қойған туын өртеп жіберген кезде, сен туды қорладың деп соттаған кезде, штаттық сот жоқ, ол өзінің ұқсамаған көзқарасын айтуға құқылы деп әлгі азаматты істен босады. Енді ары қарай ойбай бізде туды қорғайтын, ту қасиетті, біздің мемлекеттігіміздің, елдігіміздің сипаты деп істі ұлғайтып, федералдық деңгейде Вашингтондағы ең жоғарғы сотқа дейін ушықтырғандар болды. Неге? Заң бар. Заң туды қорлатпау, туды кез келген коммерциялық бағытта пайдаланбау, тудың үстіне жазу жазбау, немесе туды пайдаланып оған қандай да бір өзгертулерді ететін саудалық белгілер ретінде пайдаланбау дейтін көп баптар болған. Бірақ ең соңында ең жоғарғы федералдық сот конституцияны түсіндіргенде не деді? Сіздің ана заңыңыз жай заң деді. Ту туралы заң. Ал Американың конституциясының бірінші бабында азаматтар өзінің көзқарасын ашық айтуға құқылы, және көзқарасын айтқандық үшін, тілі үшін, сөйлеген тілі үшін сотталмайды деп көрсетілген. Яғни сөз үшін сотталмайды. Көзқарас үшін сотталмайды, ұстаным үшін сотталмайды. Сондықтан бұл Американың ең басты күшті қуатты ел болу 3 ғасыр бойы тоқтаусыз дамып келуінің себебі адамдар ешқашан өзінің ұстаным үшін сотталмайтындығынан. Оның өз ойын азшылық болса да, тіпті ол тұтас қоғам мына бағытқа бұрылып, осыны дұрыс деп тұрса, ол сол тұтас қоғам ұнатпайтын көзқарасты айтуға құқылы болғандығынан да ол Америка болып отыр. Ең соңғы оқиға қалай болды? Енді жаңа бірнеше жылдан кейін, 84 жылдан бірнеше жыл өтіп кеткеннен кейін, Американың ең жоғарғы соты әлгі ту өртеген азаматтың ісі туды қорғау, мемлекеттік рәміздерді қорғау туралы заңға қайшы ма, қайшы емес пе дегенде, мемлекеттік рәмізді қорғау заңы жай заң, бірақ біздің ата заңымызда азаматтардың көзқарасын айту құқы болады деген бірінші оқылым, бірінші түзетім, бірінші амендментте азаматтардың өз ойын айту құқы қорғалады деген. Яғни конституция бәрінен жоғары. Ал бұл азаматтың туды өртеуі өзінің наразылығын білдіру. Яғни ол да символдық сөйлеу. Яғни ол қарекет арқылы сөйлеп отыр. Ол мен наразымын, мен сендердің сайлауда жеңіске жеткендеріңе наразымын дегенді өзінің туды өртеуісі арқылы көрсетті. Яғни оның туды өртеуі, оның осы арқылы наразылығын тілмен баяндау. Яғни бұл символдық наразылық. Қарекет арқылы наразылық, іс арқылы наразылық деп әлгі азаматты қылмысты деп танымайды. Міне Тексастың штаттық соттың шешімін федералдық ең жоғарғы сот дұрыс дейді. Яғни әлгі ту өртеген азамат кінәсіз, қылмыссыз дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Міне бұл Америка. Неге? Америкада конституция азаматтардың өз ойын айтуына толыққанды құқық береді. Тіпті ол азаматтардың бұл өз ойын айтуы тұтас қоғам ортақ қабылдаған құндылықтарға қарсы болса да, тұтас қоғам оны ұнатпаса да, тіпті сол кезде Американың ең жоғарғы сотында 5-ке қарсы, 4-ке қарсы 5-пенен әлсіз үстемдікпен әлгі азаматты кінәсіз деп танығанның өзінде не деді? Біз кейде азаматтардың кейбірісін тұтас қоғамдағы қалыптасқан ережелер бойынша ұнатпасақ та, бірақ олардың өзінің тұтас қоғам тарапынан, басым көпшілік азаматтар тарапынан қарсы алынбайтын ойларын айтуына біз еркіндік беруіміз керек дейді. Міне бұл Америка. Бұл Америка. Мен сіздерге міне соның төп нұсқасын тыңдатайын. Yes, the Supreme Court has ruled that flag burning is a form of symbolic speech protected. Көрдіңіздер ма? Symbolic speech деп айтты. Жаңағы Американың ең жоғарғы Supreme Court-ы азаматтардың туды өртеуін symbolic speech, symbolic деген символды, символды, speech деген сөйлеу құқы. Яғни азаматтардың символды сөйлеу құқы деп таныған. Міне.
Yes, the Supreme Court has ruled that flag burning is a form of symbolic speech protected by the First Amendment in the 1989 case of Texas versus Johnson. Міне, Тексастағы Джонсон деген азамат туды өртеген. Енді осы 89 жылғы осы оқиғаға байланысты жаңағы оның бұл құқы қорғалады, яғни оның наразылық білдіру құқы қорғалады. Бұл оның еркіндігі деп шешті. Енді мен сіздерге қысқаша мына жерде түсіндірейін. Американың туы 1777 жылы шілденің 14 күні Американың конгресі мақұлдаған. Онда ол кезде 13 штат болғандықтан жаңағы ақ және қызыл 13 жолақты ту болған. Кейін бұл штаттардың саны 50-ге жетіп, 50 жаңағы жолақты жаңағы штаттық символ болған. 2007 жылы осы тудың дүниеге келгеннің 230 жылдығына байланысты Америкада көптеген орталарда бұл туды мемлекеттің рәмізі деп жаңағы көрсету, американдықтардың отаншылдық патриоттық сезімін әйгілеу сияқты іштер болды дейді. Ал енді Американың туын қорғау, Американың туына қатысты мәселе ең соңында жаңағы 84 жылғы Тексастағы болған оқиғаға байланысты қозғалды. Ең соңында 89 жылы Американың федералдық ең жоғарғы соты азаматтардың наразылық білдіру Конституцияның 1 бабында қорғалатындықтан оның туды өртеуі, оның наразылығын тілмен айтқан сияқты символдық деңгейде, ол қарекет яғни символдық қарекет арқылы өзінің тілімен білдіретін наразылығын қарекетімен білдіріп отыр. Сондықтан егер біз азаматтардың өз ойын айтуына шектеу қойсақ, азаматтар өзінің ойын айтудан шектелетін болса, онда біздің Америкамыз Америка болмай қалады деп ең соңында Америка азаматтарының Америка туын өртеуіне заңмен рұқсат етеді. Неге? Ол еркіндіктің символы дейді. Көрдіңіз бе? Америка. Енді бұл арада мен жау елді айтып тұрған жоқпын. Американың халқы өзін ұнатпаған жау елдің туын өртей береді. Өртей береді. Өздері қарсы тұрғандар мысалы. Қаншама Израильдің туы өртелді. Қаншама Палестинге қарсылардың туы өртелді. Екінші дүниежүзілік соғыста Жапонның туы, Германияның туылары өртелді. Міне, бұл Америка. Көрдіңіздер ме? Ал Қазақстанда болған оқиғашы. Қазақстанда болған оқиға ол не? Қазақстанда бір топ атажұрт азаматтары өздерінің наразылығын иен далада тұрып көрсетті. Жаңағы Тексаста әлгі азамат 84 жылы іс қозғайтын кезде не деді? Қоғамдық тәртіпті бүлдіру, қоғамның қауіпсіздігіне немесе жаңағы өрт қаупіне байланысты деп іс қозғамақ болған. Сонда Американың Конституциясын түсіндіретін ең жоғарғы сот айтады, жоқ дейді. Оның туынан өрт кеткен жоқ, өрт қаупі болған жоқ, және қоғамдық жаңағы бүлдіру болған жоқ дейді. Қазақстанда 174 қылмыстық бап бойынша арандату дейді. Кім арандап қалды, кім зиян шекті, кім өліп қалды, кім шалмаға шалынып, кім пышаққа сүрініп, кім ұстарамен орлық қапты, ешкім айтпайды. Ешкім зардап шеккен жоқ. Бірақ Қазақстанда арандату бабы дейтін 174 бап бар. Көрдіңіз ба? Ал Америкада түсіндірді. Оның өз ойын айту құқы бар деді. Ешқандай қауіп төнген жоқ, оның жаңа қаупі болған жоқ деді. Енді біздің азаматтарды нақақ қамап отыр. Енді қазір мына биліктің титушкалары әлеуметтік желіде Бекзат Мақсұтханға қылмыстық іс қозғалуы мүмкін деп, өлген 77 әкесі тіріліп келгенде алақайлап жатыр. Егер Қазақстан билігі Бекзат Мақсұтханға қылмыстық іс қозғайтын болса, онда бұл оқиға ірі халықаралық оқиға болады. Бекзат Мақсұтханды олар іздеушісі, сұраушысы жоқ деп, егер іс қозғайтындай бір жағдай болатын болса, онда біз Америкада тұрып, бүкіл өзіміздің осы уақытқа дейін орнатқан байланысымызбенен бұл тақырыпты бүкіл дүние жүзі назар аударған, талқылайтын, Американың тіпті конгресінде талқылайтын тақырып қылуға мен барымды саламын. Неге? Америка Қытайға қарсы. Бұл үлкен геосаяси. Өткенде ғана Трамп Жапонияның әйел премьер-министрімен кезігіп, оған өзі сұраған барлық нәрсені, кез келген уақытта, кез келген нәрсеңді беремін деп уәде еткендігін мен лекциямда айттым. Жапония алды да, енді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін
жеңілген Жапония, өмірі Қытайға қарсы қатаң мәлімдеме таратпаған Жапония енді Қытайға қарсы қатаң сөздерді айта бастайды. Ши Цзиньпинмен кездескенде Тибет мәселесін, Шыңжаңдағы геноцидке ұшырап жатқан қазақ ұйғыр мәселесін де айтты. Міне, бұл деген сөз не? Трамп Жапонияның қазіргі әйел премьер-министрін сен Қытайға қарсы тұрасың деді. Міне. Ал бұл әйел премьер-министрдің кім екендігін айттым. Ол жаңағы Шизо Абе, Трамптың ежелгі ескі досы, кәдімгі екеуі телефонда отырып жай қысыр кеңесте құратын досы, сол Шизо Абенің сенімді шәкірті екен. Шизо Абе Трамппен қысыр кеңес құрған телефон сөйлесулерінде осы келіншекті өзінің ізбасары деп таныстырған екен. Шизо Абе Қытайға қарсы болды, коммунизмге қарсы болды. Тайванда бір іс болса, онда ол Жапонияның ісі деп тұрып айтты. Тайванға қауіп төндіріп отырған кім? Қытай. Енді мына келіншекте шықты да Қытайға қарсы кәдімгідей екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қатаң әңгіме айтпаған бұл кісі айта бастады. Енді қазір тіпті Тайван немесе Қытай ортасында, Жапон ортасында бір әңгіме болады. Енді дәл осындай жағдайда Қытайды айналдыра қоршап отырған геосаяси жағдайда Қытайдың туын Қазақстандағы иен далада өртеген атажұрттың азаматтарына әкімшілік іс қозғап, және әдейіге қоғамның тамырын басу үшін Бекзатқа қылмыстық іс қозғаймын деген сөзді өздерінің титушка маймылдар арқылы дүрілдетіп отырған мына билікке менің айтатыным, егер Бекзатқа қылмыстық іс қозғасаңдар, онда бұл конгрестің бірінші темасын айналдырамын мен. Мен бүкіл уақытымды, зейінімді, күшімді, байланысымды салып, бетегеден биік болып, жусаннан аласа болып, ешкіні апа деп, текені жезде деп отырып, мен Америкада осы тақырыпты бірінші тақырыпқа айналдырамын. Қазақстан дейтін тирандық, диктатуралық елде, орысқұл, қытайқұл елде, міне Қытайдың туын иен далада өртеген азаматқа іс қозғалды деген әңгімені мен максимал деңгейде, қара тұяғымнан қал кетіп, көбем сөгіліп, қабырғам күрсілдеп сынғанға дейін мен соны істеймін. Неге? Бекзат Мақсұтханды соттатып қойып, қарап отыра алмаймын. Оған ар намысым жібермейді. Ол менің қандыкөйлек жолдасым, бір. Екіншісі менің туысым, екі. Үшіншісі, Бекзат сияқты ұлтын сүйген азамат. Қытайдың Қазақстандағы экспансиясына қарсы тұрған үшін, Қытай жаулап алған ежелгі қазақ жеріндегі Қытайдың адамзатқа қарсы қылмысына, геноцидіне қарсы тұрғандық үшін нақақ сотталып, жоқтан жонып, ойлап тапқан жаламен, сылтаумен сотталатын болса, мен оған қарап тұра алмаймын. Және бұл біздің Қазақстанның зұлым билігін Американың тұтас мемлекетіне, саясаткерлеріне көрсететін ең үлкен саяси ашық майданымыз болады. Яғни күрес сол кезден басталады. Яғни билік өздері қазған орға өздері түседі. Бұғанға дейін олар ақырын жүріп анық басып, атажұртты тек үркітіп, қорқытып, бопсалап, сатылатындарды, әлсіздерді, қорқақтарды, қақпан қаптандарды, қармақ ілінгендерді сатып алып, бізге қарсы үргістіп, сөйтіп келген болса, енді біздің белді беделді мүшелерімізді бұлай нақақ қамайтын болса, енді бұл билік мен білгенімді істеймін дегені емес, керісінше бұл олардың халықаралық сахнада үлкен жеңіліске тап болатындығының белгісі. Себебі олар минаны басты. Себебі олар қақпанды қапты. Себебі бұл биліктің үлкен саяси шахматта жіберген үлкен қателігі болады. Енді оларды тек мат болу ғана күтіп тұрады. Ал мен жаңағы заңдарды түсіндіріп отырғаным, Қазақстанның айналайын халқы, мен көпшілік азаматтарды саяси, геосаяси сауатсыздықтар үшін мен кінәламаймын. Себебі коммунистік, тирандық, бандиттік, қарақшылық жүйеден шыққан халық үнемі сондай бір биліктің үрейімен, қорқынышымен, сондай бір қалыптасып қалған нормаларға үйреніп қалады. Олар айтады, наразылық білдірмейік, тыныш болайық, ойбай Қытай деген миллиард ел дейді. Биліктің жағымпаз жантақтары, әлден Қытай деген үлкен ел көршіміз, береке тату болайық анау мынау дейді. Қытаймен ешкім берекелі тату болмайды. Бүкіл оңтүстік шығыс Азиядағы елдермен Қытай соғысып шықты. Бүкіл көршілермен Қытай соғысып шықты. Үндістанмен де соғысты. Ең үлкен ел.
Вьетнаммен де соғысты. Филиппинмен қазір Саржартас аралында таласып жатыр. Жапонмен ортада бір ен аралға таласы болып тұр. Кореймен ол соғысты. Тарихтан бері соғысты Кореймен. Міне, Малайзиямен үнемі қақтығыстар бар. Неге? Малайзияда 26% Қытай бар. Индонезиямен анау 80 жылдарда Индонезияда зор көлемде Қытайдың экспансиясына қарсы ұлттық қарсылық болды. Сонда Қытайдың саудагерлерін қуып, дүкендерін өртеп, бәленбай 100 мың Қытайды Индонезиядан қуып шықты. Қазірге дейін Мьянмар, Таиланд, Камбоджада үнемі Қытаймен қақтығыс бар. Неге? Таиландта 2 премьер-министр, 2 реткі премьер-министр Қытай болды. Сондықтан Қытайдың туын өртеу бұл Қытаймен қақтығысы бар елдердің барлығында болды. Қытайға қарсы мысал, Непалдың туын өртеді, Үндістанда үнемі өртейді. Африкадағы елдер Қытайдың келіп сатқын билікті сатып алып, экологияны бүлдіріп кен қазғандар үшін Африканың халқы ереуіл дегенде ту өртейді. Еуропада ту өртейді, Аустралияда Қытайдың туын өртейді, Жапонияда Қытайдың туын өртейді, Кореяда Қытайдың туын өртейді, Тайванда Қытайдың туын өртейді, Малайзияда, Индонезияда Қытайдың туын өртейді, оңтүстік шығыс Азиядағы елдерде Қытайдың туын өртейді. Қытайдың туын кім өртемейді? Жер бетінде Қытай компартиясының туын өртемеген ел жоқ. Ал сол Қытайдың туын өртеген Бекзат бастаған ата жұрттың азаматтарын соттаса, бұл биліктің оңбай тұрып қақпан қапқаны болады. Онда бұл олардың мәңгілік беттеріне таңба болады, және бүкіл халықараның алдында Қытайдың туын өртеген өз азаматын соттаған ел ретінде қазақтың тирандық, бандиттік, қарақшылық билігінің қылмысы болып бүкіл адамзаттың алдында тұрады. Мен бұл лекциямды сіздерде 17 қараша, яғни осы таңғы, бізде қазір міне түн, сіздерде таң атып жатыр. Сіздерде кешкі сағат 8-9 болғанда мен кеңітіп сөйлеймін. Қазір мен Нәзигүл Мақсұтқанқызы менен осы Астанада тұрып, Алматыдағы оқиға үшін сотталған астаналық азаматтардың әңгімесін Нәзигүл Мақсұтқанқызының аузынан сіздерге естіртемін. Нәзигүл, амансың ба айналайын? Саламатсыз ба? Нәзигүл, қазір тікелей эфирдесің. Тікелей эфирде Астанадағы біздің азаматтарымыздың анау Алматыдан 1300 километр шалғайда жатып, Алматыда өртелген Қытай туы үшін істі болғандығы туралы өз аузыңнан жұртқа баяндарсың. Саламатсыздар ма? Тіркелмеген ата жұрт партиясы 13 қараша күні Қажатқа жақын маңайда Қытай экспансиясына қарсылық, Қытай демографиялық жаулауына қарсылық және біздің азаматымыз Залимнұр Тұрғанбайды жазықсыз, ешқандай тергеусіз, себепсіз қамап отырған қылмыстық әрекетіне қарсылық білдіру мақсатында біз қарсылық акциясын, бейбіт акциясын жүргізген болатынбыз. Соған байланысты білесіздер, біздің Алматы төңірегіндегі 12 азаматымызды әкімшілік қамауға алды. Ал сол іске тікелей байланысты, біздің Астана мен Астана маңындағы мүшелерімізді де қамауға алды. Бұл деген қандай масқаралық? Себебі әлі болмаған, мейлі ол егер де ол құқық бұзушылық деп айтқанның өзінде болмаған құқық бұзушылық, сен осыны істеуің мүмкін деген деп жауапқа тарту, ол біздің әділетсіз биліктің ғана істей алатын өте бір масқара қылығы. Сол іске байланысты біздің Астана және Астана маңында 4 мүшеміз қазір 10 тәулікке әкімшілік қамауға отыр. Олардың аты-жөнін айта кетейін. Нұрмахан Жандарбеков, Табысхан Мағрупхан. Оларды Малиновканың уақытша ұстау изоляторында ұстап отыр, қамап отыр. Ахат Мұхаммед, ол Аршал ауданында отыр. Ал Ағыбай Мұхаммедхан, ол Шортандыда отыр. Олардың барлығында 10 тәулікке қамау жөнінде соттың қаулысы шыққан. Ал 5-ші мүшеміз Толқынбек Қанапияұлы, оны повестке береміз деп, бүгінге повестке береміз, бүгін полиция бөліміне келуің керек деп міндеттеп отыр екен. Бұл деген өте масқаралық. Бұл жерде
және олар мысалға заң бойынша сен мына бұдан жасайын деп жатырсың деп айту ол сол үшін жауапкершілікке тарту ол заңсыздық болып саналатындықтан олар біздің билік қитұрқы билік мынандай жала жауапты оларға. Мысалға табысханға айтады дейді, сен мына Серікжан Біләшұлының видео үндеуінің астына 16 қараша күні сағат 2-де полиция департаментінің алдында митингке шығамыз деп жаздым деп айтады дейді. Ал ол жерде аккаунты, ол Facebook аккаунты ол табысхандық емес. Сондықтан ол табысқан айтқан сотта, кәне менің номерімді көрсет онда. Осы Facebook парақшаға тіркелген номерді көрсет десе, ана көрсете алмайды дейді, дәлелдеме ұсынамайды дейді. Демек, ешқандай дәлелдеме жоқ. Көпе-көрнеу жаламен сотта әкімшілік қамауға алып отыр. Бұл жерде ал Ахат Мұхамед Аршалы ауданда отырған мүшемізге оңтүстікке де 10 тәулік берілген. Ол кісіге айтады дейді, сен Әблязов комментарий жазып 22 қараша күні сағат 2-де әкімшіліктің алдына митинг өткізуге шақырдың деп айтады дейді. Бұл жерде өте масқара, өте бір көпе-көрнеу жала болып тұр. Өйткені біріншіден біздің тіркелмеген партия ретінде Атажұрт партиясы өзінің ұстанымдары бар. Қай кезде қарсылық акциясын өткізу, қай кезде конференция өткізу, оның бәрі талқыланады. Орта талқыдан өткен соң барып, заңның шеңберінде бейбіт түрде біз өзіміздің іс-шараларымызды өткіземіз, жасаймыз. Немесе басқа бір өзі жеке дара отырып митингке шақыру, ол біздің негізгі мүшелеріміз ондай жасамайды. Сондықтан бұл жақта және ол жазбасы да, ол әркімнің өзінің қолтаңбасы болады жазу, әркімнің өзінің стилі болады, әрине, және өзінің аккаунт парақшасы болады. Сондықтан бұл жақта ешқандай жазу стиліне де жатпайтын, мүлдем Ахат Мұхамед пен Талғат Мағрупханның мүлдем жазбасына жатпайтын бөтен бір жазбаны әкеп, мүмкін ол биліктің өзінің ұйымдастырған, биліктің өзінің тетушкаларын немесе тікелей өзінің биліктің адамдарының жазғаны болуы мүмкін. Біз оны білмейміз, әйтеуір біздің мүшелеріміздің жазғаны емес. Ол 100% сондай. Сондықтан көпе-көрнеу жаламен, масқара жаламен билік өзінің соншалықты масқара екенін, соншалықты әділетсіз екенін, және титтей де моральдық, титтей де заңды басшылыққа алмайтынын, заңды белшесінен басу арқылы өз азаматтарын осындай жаламен жайықтайтынын тағы бір рет дәлелдеп отыр. Жақсы, рахмет Нәзигүл. Бұл арада біздің Астанадағы азаматтарымыздың қазір осындай нақақ сотталған іс қағаздарын, кәдімгі соттың үкімін, соның барлығын сол азаматтардың өзінен немесе отбасыларынан алып, оның барлығын менің электрондық поштама жіберерсін. Және бұл іс қағаздардың кәдімгі копиясын, жаңа тұнық скайнерленген тұнық фотоларын ал, біз оны аударып реттеп, жаңағы тиісті мекемелерге 10 күн екен деп қоя салмаймыз, тиісті жеткізетін жердің бәріне жеткіземіз. Себебі Фейсбуктегі әлде қайда олар да білмейтін бір фейк аккаунтпен Әблязовтың үндеуінің астына, не Серікжан Біләшұлының үндеуінің астына коммент жаздың деген баппен сотталып отыр. Бұл енді адамзат тарихындағы сұмдық қылмыс. Және өздері істемеген іске сендер Қытайдың туын өртеулерің мүмкін деп 10 тәулікке қамауда, бұл таза тирандық, таза диктатура. Рахмет Нәзигүл, басқа толықтарың бар ма? Сол қазіргі таңда олар сол әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 488 бабының 7 тармағы бойынша оларды айыптап отыр. Басқа алып қосарым жоқ. Рахмет Нәзигүл. Міне Қазақстанда өте бір сұмдық жағдай орын алып жатыр. Қазір Қытайдың экспансиясы тек қана Қазақстанға емес. Мен әлгінде сіздерге Телеграм каналда мен тоқтаусыз бәленбай видеоны салдым. Онда
бұл оқиға кәдімгідей бүкіл дүниежүзілік деңгейде талқыланып жатыр. Мысалы, қазір Қытайлардың мынау әлімжеттігі, Қытайлардың мына зұлымдығы, мынау бір қырғыз азаматын ұрып отырып, оның тіпті жарым жан қылғандығы, осы сияқты оқиғалар қазір қырғыз медиасында да сұмдық көтеріліп жатыр. Мысалы, өте қорқыныштуу. Мен сіздерге айтайын, жаман көресіздер, азыр бирок ушул сөздү айтып коюшум керек, тарыхтын алдында калышы керек. Биздин чоң аталарыбыз айтчу эле, Кытайдан досуң болсо, жаныңда айбалтаң болсун деп. Кытай менен бир столдо отуруп тамакта жеген болду дейт. Азыр эмне болду? Мына көчөгө чык. Булар бизди эле эмес, улуу державабыз деген, улуу держава мамлекетти дагы акырын басып келет. Биздин мына дүкөндөрдү карагыла, ашканаларды. міне енді қараңыздар, мына арада. Китайцтер кыргыздарды жөөлөп, очерет талаша кетип, кыргыз байкени салып коюптур, айбайчы. Қырғызды ұрыпты. Айбай салып коюштур. Мына жерде қырғызды ұрған, міне. Жакта биле Кытайда. Мына қараңыздар. Кыргыздар бүрөсүн эле тиже салып салыптыр. Не боғауыздарына мән бермеңіздер. Мына жерде қырғыз азаматын тепкілеп, аяусыз тепкілеп, жатқызып тастаған, міне. Кыргыз элме. Мындай ойгонолуу жигиттер каралачы, моу айдагандар. Ызы жол Кытайларчы, моу байкени мондай кеттир деп койгула. Биз деле жаңы эле келдик да. Чагып кеттир дешет, бу байкелер айтышты да азыр. Кыргызча биле, кыргыз жаранын өзүбүздү мынтип Құшақтап кеткен ғой. чоң кутуга жөнөт. Байкелер бар экен берди, азыр мына колор да бар. Эле эмесе чогулуп берекет кылалы. Енді қараңдар. Бишкекте 2 әйелді Қытайлар өлтіріп кеткен. Там человек висит, блядь, китайцы ебаные. Ты что, дурак? Поднимай его! Поднимай его! Ебуш! Міне жерде енді корейлер Қытайға қарсы көтеріліп жатыр.